Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы натурал көрсеткішті дәреже. Алгебрада өзара тең бірнеше санды көбейткенде дәрежеге шығару амалы ретінде қарастырады. Мысалы, 4-ті өзіне өзі көбейтетін болсақ, онда 4-тің екі дәрежесі деп айтамыз. Ал егер де 4-ті өзіне өзі 3 рет көбейтетін болсақ, онда 4-тің 3-ші дәрежесі деп айтамыз. Ал егер де 4-ті өзіне өзі 4 рет көбейтетін болсақ, онда 4-тің 4-ші дәрежесі деп айтамыз. А деген кез келген сан болса, ал n дегеніміз кез келген сан. Ал n дегеніміз бірден үлкен натурал сан болса, онда сол сандардыға тең бірнеше сандарды, яғни а санын кез келген өзіне өзі n рет көбейтетін болсақ, онда біз а санының n дәрежесі, яғни n-ші дәрежесі деп айтамыз. Яғни оны біз осылай жазамыз. Мұндағы а деген дәреженің негізі болады да, негізі. Ал n деген дәреже көрсеткіші болады. Енді мысал ретінде 5 деген санды өзіне өзін көбейтетін болсам, 5 деген негізі болып тұр. Яғни қанша рет көбейтіп жатырмын? 2 рет па, оны дәрежесі 2 болады. 5-тің 2 дәрежесі деп оқимыз, немесе 5 санының 2-ші дәрежесі деп те оқуға болады. Әріпті түрде оқитын болсақ, а санының n-ші дәрежесі немесе а-ның n дәрежесі деп оқимыз. Мына жерге тағы да бір келтіріп жіберейін. 3-тің өзіне өзі, мысалы 4 рет көбейтіліп жатса, онда бұл жерде негізі 3, қанша рет көбейтіліп жатыр дәреже көрсеткішіне оны жазамыз. Яғни 3-тің 4 дәрежесі бұл оқылады. Енді кез келген а санының бір дәрежесі сол санның өзіне тең. Мысалы, 10-ның бір дәрежесі 10-ға тең. Ал кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Яғни кез келген 25 деген санның 0 дәрежесін біз 1-ге тең деп жазамыз. Сосын 0 мен 1-ді 0-ден өзге санға дәреже ретінде алған кезде сәйкесінше 0 және 1 деген сан шығады. Мысалы, 0-дің 0-ден өзге кез келген дәрежесі сәйкесінше 0 шығады. Мысалы, тағы да жазайын. 7 дәрежесі 0. Ал егерде 1 болса, оның да 0-ден өзге кез келген дәрежесі 1-ге тең. Мысалы, 1-дің 25 дәрежесі де 1-ге тең болады. Яғни дәреже көрсеткіштері 0-ден өзге болуы керек. Ал теріс сандарды дәрежеге шығарған кезде оң санда теріс санда алынуы мүмкін. Егер а деген кез келген сан болса, теріс сан болса, оның дәреже көрсеткіші, яғни n-іміз жұп сан болса, дәреже көрсеткішін тапқан кезде оң сан шығады. Жұп сан болса егер. Мысал ретінде теріс сан -2 деген теріс санның дәреже көрсеткіші жұп сан болса, яғни 4 жұп сан болса, онда бұл теріс санның да нәтижесінде бізде оң сан шығады. Яғни 2-ні өзіне өзін 4 рет көбейту деген мағынада ғой. Яғни 16 ма? Ал егер теріс санның, кез келген теріс санның n-ші дәрежесі, яғни n-іміз бізде бұл жерде тақ сан болса, онда бізде нәтижесінде теріс сан алынады. Мысалы, -3 деген теріс санның мысалы 3 дәрежесі болсын. Яғни 3-ті өзіне өзі 3 рет көбейтеміз, сонда 27 -27 деген сан шықты.
яғни біздің дәреже көрсеткіштеріміз жұп немесе тақ болған кезде теріс сандардың, онда соның нәтижесінде жұп болса оң, егер дәреже көрсеткіші тақ болса теріс сан алынатын болады. Санның екінші дәрежесін санның квадраты дейміз, ал үшінші дәрежесін кубы дейміз. Мысалы, санның екінші дәрежесін біз санның квадраты дейміз, ал санның үшінші дәрежесін біз кубы деп айтамыз. Бұл деген бізде жаңа квадраттың және дене бар ғой, куб дененің өлшем бірліктерінен алынған. Мысалдар қарастырайық. Мысалы, 2 және 3-тің үшінші дәрежесін көбейтейік. Енді 2-ні көбейтеміз, 3-тің 3 дәрежесі деген, яғни 3-ті өзіне өзін 3 рет көбейтуді білдіреді. 3-ін көбейткенде 27, оны 2-ге көбейтетін болсақ, бізде 54 саны шығады. Келесі тағы да бір мысал келтірейік. 2 және 3 деген саны көбейтіндісінің 3-ші дәрежесі болсын, онда бізде бұл 2 мен 3-тің көбейтіндісін 3 рет өзіне өзін көбейтеміз деген сөз ғой. 2 мен 3-ті өзіне өзін 3 рет көбейтеміз. Міне екіншісін жаздым, үшіншісін жаздым. Сонда міне 6 болады, 6 болып тұр, 6-ны өзіне өзін 3 рет көбейту ғой. Сонда бізде 216 деген сан шығады. Үшінші мысал, минус 3-тің 4 дәрежесіне қосамыз минус 2-нің мысалы 2 дәрежесін. Енді есептеп көрейік. Бұл жерде, яғни мына жерде теріс санның өзінде жақша алынбаған, онда бізде дәреже 4 дәреже тек қана 3-ге ғана қатысты болады. Таңбаға қатысы жоқ. Яғни біз жеке өзін тауып алайық. 3-тің 4 дәрежесі шатасып кетпес үшін осылай түсіндірейін. 3-тің 4 дәрежесі бізде 81. Енді бұл бірінші жолы деп есептейік. Екінші жолында алдында минус таңба бар, яғни минус 81 береді. Екінші осы таңба түседі, өйткені таңбаға дәреженің қатысы жоқ. Үшінші, минус 2 деген теріс санның 2 дәрежесі деп тұр. 2 деген бізде жұп сан, сондықтан минус 2-нің таңбасы оң сан шығады. Мәні оң сан шығады. Яғни 4 шығады. Сосын барып екеуінің шыққан мәндерін қосамыз. Төртінші жолмен есептеп жатырмын да. Минус 81 плюс 4. Сонда минус 77. Міне, соңғы нәтижесі осылай болады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, бүгінгі менің видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.